Телефонсыз кіресің, тәртіпті болып шығасың. Енді мектепте сабақ кезінде смартфонды пайдалануға тыйым салынбақ. Бұл тек оқушыларға ғана емес, мұғалімдерге де қатысты. Оқу-ағарту министрлігі осындай бұйрықты қоғам талқысына шығарды. Бұл шара не үшін қолға алынды? Оған қарапайым қазақстандықтар қалай қарайды? Динара Жарқынбек тарқатсын. Мұғалім телефонның кесірінен баладан сескенетін заман болды. Ақтөбедегі 10-шы сынып оқушысы смартфон үшін ұстазының жағасынан алып, оған өте ауыр сөздер айтып, балағаттаған. Қалалық білім бөлімінің ақпарынша математика пәнінің маманы оқушының анайы сөзіне ашуланып, шапалақпен тартып жіберіпті. Сол сәтті басқа сыныптағылар камераға түсіріп, желіге жариялаған. Тараптар кейін бір-бірінен кешірім сұрапты. Алайда мұғалім сырқаттанып қалғанға ұқсайды. Мұғалім оқушыларға телефондарыңызды сотовый сөндіріп, мектепке, кабинетке партаның шетіне қою бұйрық тапсырылды. Сол кезде бір оқушы сотовыйын тапсырмай мұғалімді қарсы шықты. Ол кісі давлениесі болып больничныйға кетті. Бұл орта білім ордаларындағы смартфонның салдарына шыққан бірінші кикілжің емес. Білім саласын үнемі бақылауда ұстайтын оқу-ағарту министрлігі мектептерде телефон пайдалануға тыйым салуды қарастырып жатыр. Жаңа бұйрық ашық нормативтік құқықтық актілер порталында жарияланды. Онда сабақ барысында смартфонға қажеттілік туындамаса, оқушылар мен мұғалімдер ұялы байланыс құралдарын пайдаланбайды делінген. Ал мұндай тыйымға қараша қалай қарайды? Бір жағынан дұрыс болады, өйткені сапалы білім болады. Балалар еш нәрсеге алаңдамайды. Сабақ уақытында тек қана сабақпен айналысу керек қой. Мұғалімдер де сол басқа нәрселер, оны басқа кісілер мазалауы мүмкін, мысалы телефон соғып. Жұмыс уақытында тек жұмыспен айналысу, білімді сапалы беру керек. Ол телефонды қолдамауға да болмайды енді. Өйткені қазіргі заманда білесіздер, балаларға телефонсыз уайымдап бітесің. Қазір бұрынғы біздің кезімізде емес қазір. Бір жаққа шығарсаң да бір шамалы кешіксе де звондай бастаймыз. Менің өз ойымша пікірім, сабақта ұстамаған дұрыс деп ойлаймын. Мектепке өз балам, например, телефон ұстамайды. Телефон редком случае үйде ғана береміз болды. Ол білесіз, социальный сетте неше түрлі ойынға кіреді. Ал оқу-ағарту министрлігіндегілер мектепке телефон әкелуге мүлдем тыйым салынбайды дейді. Тек смартфонды сабақ кезінде қолдануға болмайды. Бұл бастауыш және жоғары сынып оқушыларына да қатысты. Сабақтың үстінде сотовый телефондарды қолдануға тыйым салынады. Оқушыға да, мұғалімге де. Өйткені 45 минут сабақтың өзінің кезеңдері бар. Тапсырманы тексеру, жаңа тақырыпты түсіндіру, жаңа тақырыпты бекіту, жеке жұмыс, топпен жұмыс деген сияқты, соның бәрін ұйымдастырып өткізу мақсатында әрине телефон ол кедергі жасайды. Кей білім ордаларында ұялы байланыс құралдарын арнайы шкафқа салып қою тәртібі бар. Алайда физика, химия сынды пәндерде қажет болса, балаларға телефондары беріледі екен. Педагог мұндай әдіске ата-аналардың өздері бастамашы болғанын ескертеді. Телефонды жинап алады сынып жетекшілері әр сыныптың. Одан кейін сабақта аяқталғаннан кейін балаларға таратылып беріледі. Бұл балалардың сабаққа деген зейін аударсын, яғни көңілі бөлінбесін деген мақсатта ұйымдастырылған. Қоғам назарына ұсынылған құжат 28 наурызға дейін талқыланбақ. Одан кейін ғана нақты шешім шығады. Жалпы көпшіліктің аталмыш өзгеріске қарсылығы жоқ. Ата-аналар балаларының сабақ үлгерімі жақсаратын болды деп қолдай кетті. Динара Жарқынбек, Жандос Айғожин, Еуразия бірінші арнасы.